Ей, Берек! Жігіт болсаң шық жекпе-жекке. Мен сенің басыңды алуға келдім. Ойбай, қорқып қалдым. Қорықпасаң, шық бермен. Сен бе менің басымды алуға келген? Кімсің ай өзің? Мен қазақтың хас батыры Мұхтар. Сені ел ішінде әлсіздерге күн көрсетпейді деседі. Мықты болсаң қане көрейік күшіңді. Шық жекпе-жекке. Алғашында Мұхтар екеуміз 9 ай тек хат алмасып қана жүрдік. Иә, қағаз қаламмен. Солай менің мүлде көрмеген адам жаныма жақын болды. Қорқыныш. Мүмкін ол мен елестеткен адам емес. Мені де ол басқаша елестеткен болар. Сондықтан кездесетін күні мен әрдайым ауырып қалатынмын. Бірақ бір күні Мұхтардың мына тәтті сөзі ойымды өзгертті. Сенің сұлулығыңды көздерім емес, махаббатым көрсетеді. Сәлем. Сіз жұлдызсыз ба? Иә, мен жұлдызым. Сіз Мұхтарсыз ба? Иә, мен Мұхтармын. Қуаныштымын. Жүріңіз. Киноға, театрға бір жерге барайық. Жүріңіз. Жұлдыз, бері кел, жігітің сынақтан өтті. Молодец. Біз солай үлкендердің келісімімен шаңырақ көтеріп отау құрдық. Мұхтарға деген махаббатым мені нағыз бақытқа жетеледі. Мен өз жарымды бағалаймын. Менің жаным онымен бір. Мұға сәлем. Сәлем. Мен құртым қайда? Ұмытып кеттім. Ертең алып келем. Ертең сол. Ертең алып келем. Мұға сәлем. Қортын ертең алып келем. Осылай бақытқа толы күндерім тізбектеле берді. Мұхтарға жұмысында маңызды тапсырмалар жүктеліп, беделі арта түсті. Ал мен бала күтуде едім. Бірақ тағдыр сынағы бізді айналып өткен жоқ. Жоқ, ол бұл мәселе олай тез арада шешілетін мәселе емес. Оны отырып біраз ақылдасу керек. Қазір тұра тұрыңыз. Жоқ, жарайды, мен біраздан кейін хабарласайыншы. Мен соғып отырмын ғой, кеттім мен жұмысқа. Бүгін қаншада келесіз? 8-де келем. Ал сауыттегі сіздің мына анализдеріңіз бізге келді. Онда мынау сіздің анализдеріңіз бойынша бұл біздің қолымызда тұрған жоқ, оның бәрі бір Құдайдың қолында тұр. Сондықтан басқа айтарым жоқ мен. Жұлдыз? Осылай болған үшін мен кешірші. Мен маңдайыма осылай жазылған. Екеуміздің жолымыз бір емес. Мен сияқты әйел сенің қасында да болмау керек.
Ал сен артынан ұрпақ қалдыруың керек. Екеуміздің арамыздағы махаббат, сезім бәрі уақытша нәрсе. Қарашы Мұхтар, мен сен 40-50 жасқа дейін бақып қағарым, бірақ одан кейін ше. Сол үшін бүгінгі күнді ойламай, ертеңімізді де ойлайық, Мұхтар. Үйлене салу, ажыраса салу, бір-бірін ұмыта салу. Қалай сонда? Жұлдыз, қазір ештеңе айта алмаймыз. Ашық қой мұға жүр, кірейікші. Кіре бер. Lan бәрін ала берейін ба? Осы бала шаған заттар бітпейді екен. Ақшаның бәрін соған жеріп атым. Не істеп атсыңдар ақшаны? Бір даже жаңа киім алған жоқпын өзіме. Маған керек па сендердің жұмыстарың? Өздері неге істемейсіңдер? Шаршап кеттім мен уже. Маған көмектесіп жіберші. Қолым бос емес қазір. Бірақ шетте жолдам сәттен. Қолың енді босады ма? Жүр, тоқтама. Мұхтар! Суды алып бер, Жұлдыз. Сен бер. Мұхтар, айналаға қараш, мұнда жерде бір тау жоқ. Тау өспейді бұл жерде. Ал біз келіп көшетті отырғыздық. Егерде бұл көшет тамырын жайып, ағашқа айналып гүлдесе, онда біздің де болашағымыздан күтетін үмітіміз зор. Біздің де бала-шағамыз болады, Жұлдыз. Түсінесің бе? Ал егерде бұл көшет қурап өліп қалса, онда екеуміздің ажырасатынымыз сөзсіз. Сондықтан да бүгін біздің бұл көшетке соңғы рет су құюымыз. Дәл 3 айдан кейін осы жерге келіп көреміз не болады.
154.449. Акчам бүтүп калыптı. Ай кетпеңші. Бұлбұл құс сайраса есің ал, өмірдің сырласу кеші бар.